Сәлем достар, бүгін сіздермен торттың бетіне осылай шоколадтан жазу жазып үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті заттар ақ шоколад. Мен осындай кондитерлік дүкендегі шоколадты капелькиді қолдандым. Сізде ол болмаса, кәдімгі плиточный шоколадты қолдана берсеңіз болады. Және де қайнаған ыстық су қажет. Және осындай кондитерлік таза жаңа пакет қажет. Ең алдымен осы шоколадты кондитерлік пакетке саламыз. Оның басы қиылмаған, яғни жаңа пакет болуы маңызды. Одан кейін оны бекітіп, аузын байлаймыз. Себебі қазір ыстық суға салған кезде ішіне су кіріп кетпес үшін осылай бекітіп байласаңыз өзіңізге ыңғайлы болады. Содан кейін қайнап тұрған ыстық суға осылай саламыз да, бетінен салмақ түсіріп, оны 3-4 минут бойы шоколадты еруге осылай қалдырамыз. 3-4 минут шамамен өткеннен кейін шоколадты алып қараймыз. Ол пакеттің сырты ыстық болады, сол себепті құрғақ сүрткішпен әуелі суын сүртіп, жақсылап сыртын құрғатып аламыз. Және де осылай сыртынан сүрткішпен ұстап қарасаңыз болады. Ол толық еріген ба, еріген емес пе, оны яғни түйіршіктер бар ма, жоқ па, ішінде сол арқылы тексеріп қарайсыз. Менде толық еріген, сол себепті жазуды бастайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен кондитерлік пакеттің басын осылай кішкене ғана бөлшегін қайшымен қиып аламыз. Одан кейін оның размері жақсы ма, соны білу үшін осылай тарелкаға салып көрсеңіз болады. Және де торттың бетіне жазбас бұрын глазурыңыз міндетті түрде кепкен болуы қажет. Яғни торттың беті құрғақ болуы маңызды. Содан кейін барып жазуды жазып бастаймыз. Мінекей видеода көріп тұрғаныңыздай, дәл осылай өзіңізге қажет сөзді осы пакетті, яғни кондитерлік пакетті сығу арқылы шоколадты торттың бетіне ағыза отырып, осылай өзіңізге қажет сөзді жазып аласыз. Мен осы құрбан айт қабыл болсын деген сөзді жазып жатырмын. Көріп тұрғаныңызда ешқандай да қиындығы жоқ. Егер сізде ақ торт болып, оның бетіне қара немесе басқа түсті шоколадпен жазғыңыз келсе, олай да болады. Міндетті түрде ақ шоколад болуы маңызды емес, тек дәл осылай ыстық суға ертіп алып, қалаған шоколадыңызбен жаза берсеңіз болады. Неке менің құрбан айт қабыл болсын деген жазуым дайын болды. Және де астына осындай жарты ай суретін салғым келіп тұр. Және де оның бетіне осындай сары посыпкаларды, яғни себінді моншақтарды осылай әдемілеп орналастырып шықтым. Ол моншақтарды орналастыру міндетті түрде шоколад кеуіп кетпей тұрып, тезірек орналастырып тұруыңыз маңызды. Себебі ол кеуіп кетсе, одан кейін ол жабыспай қалады. Мінекей жарты айда және бетіне жазған жазуым дайын. Енді тортты сәндеуге кірісеміз. Көріп тұрғаныңыздай бетіндегі глазурь кеуіп қалғандықтан оның бетіне моншақтар өздігінен жабыспайды. Сол себептен оны кішкене осылай майрап алуымыз қажет. Мен ол үшін күнбағыс майына осы щетканы батырдым да, жан-жағына қажет жеріне осылай жағып шықтым. Және де оны қатырылған шиемен осылай әрбір жеріне орналастыру арқылы торттың бетін әдеміледім. Және одан кейін қазір кондитерлік моншақтарды себетін боламын. Неке осындай сары моншақтарды сеуіп шықтым әрбір жеріне. Сіз өзіңіздің қалауыңызша сәндей берсеңіз болады. Және де төменгі жағы да құрғақ болып тұрғандықтан оны да кішкене майладым да, оған осындай түсті әдемі моншақтарды септім. Тортымыз дайын болды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Міндетті түрде видеом ұнаса, кері байланыс күтемін.